Жамбыл облысы, Тұрарсқұлов ауданы, Құлан ауылы, Әлихан Бөкейханов атындағы орта мектебінің тарих пәні мұғалімі Саламат Нұрдәулет Ерланұлы. Тарих – адамзаттың жады, халықтың жүрегі. Ал сол жүректі сезініп, сол жадты тірілту мұғалімнің ұлы миссиясы. Менің бүгінгі педагогикалық идеям сол тарихтың үнін бүгінгі ұрпақтың жүрегіне жеткізудің жаңа жолы. Бұл Альфа Архео, қазба, музей және виртуалды әлемнің тоғысуы атты жоба. Бүгінгі оқушы ақпарат дәуірінің перзенті. Олар көріп, ұстап сезбейінше қабылдамайды. Сондықтан да мен тарихты оқулықтан емес, тірі кеңістіктен, нақты тәжірибеден, виртуалды шындықтан үйретуді мақсат еттім. Бұл идея үш әлемнің түйісуі: қазба алаңы, мектеп музейі және виртуалды кеңістік. Мен оқушыларымды тарихтың куәгері емес, оның зерттеушісі болуға баулаймын. Олармен бірге өз өңіріміздің көне орындарында археологиялық қазба жүргіземіз. Табылған жәдігерлерді зерттеп, өз қолымызбен мектеп музейін аштық. Әр жәдігердің артында ұлттың ізі, бабаның аманаты, баланың мақтанышы жатыр. Ал VR және AR технологиялары арқылы біз сол тарихқа жан бітірдік. Ежелгі қалаларды аралап, көне өркениетті көзбен көріп, тарихты қолмен ұстап сезінеміз. Альфа Архео идеясы оқушыны таңдаушыдан әрекет етуші тұлғаға айналдыратын тәжірибелік оқыту жүйесі. Сабақтарда мен тәжірибеге негізделген оқытуды, жобалық зерттеушілік әдісті, музей педагогикасын және цифрлық технологияларды біріктіріп қолданамын. Оқушылар археологтың жолы атты ойын арқылы жәдігер іздейді. Жәдігер сөйлейді жобасында өз тапқан бұйымының тарихын жазып, қорғап шығады. Олар үшін тарих енді жай мәтін емес, өз қолымен ұстап, өз жүрегімен сезінетін тірі ғылым. Бұл жобаның жаңалығы дәстүрлі тарихты цифрлық заманды қайта жаңғыртуында. Біріншіден, оқушы алғаш рет мектеп аясында нақты археологиялық тәжірибе алады. Олар топырақ астынан табылған әр сынықты зерттеп, оны ғылыми тұрғыда сипаттайды. Екіншіден, біз ашқан мектеп музейі тек жәдігерлер жинақтайтын емес, ол тірі зертхана. Оқу алаңы, мәдени орталық. Онда оқушылар сабақ өтеді, рөлдік ойындар ойнайды, ғылыми жобасын қорғайды. Үшіншіден, виртуалды әлеммен байланыс, Арлопа және Google Arts платформалары арқылы оқушылар көне қалаларға саяхаттап, өз музейінің виртуалды нұсқасын жасап шығарады. Осылайша тарих өткен шақ емес, қазіргі сәттің бір бөлшегіне айналады. Жоба жүзеге асқалы бері біздің мектепте үлкен өзгерістер байқалды. Тарих пәніне қызығушылық танытқан оқушылар үлесі 36%-дан 71%-ға артты. Зерттеу жобаларына қатысушылар саны 2 еседен астам көбейді. Мектеп музейіне енгізілген жәдігерлер саны 63-ге жетті. Ал оқушылардың білім сапасы мен белсенділігі айтарлықтай жақсарды. Оқушылар тарихты жаттау емес, жасауға үйренді. Топтық зерттеу, пікірталас, презентация олардың логикалық, коммуникативтік және зерттеушілік қабілеттерін қалыптастырды. Осы жобаның арқасында шәкірттерімнің талай жетістіктеріне куә болдым. 10-шы сынып оқушысы Бейсенбай Димаш ашылмаған құпия Цуйлайн атты ғылыми жобасымен облыстық байқауда бас жүлде иеленді. 7-ші сыныптың жәдігерлер сөйлейді атты зерттеу көрмесі ауылдық қауым мен ата-аналардың ерекше ықыласына бөленді. Бұл менің идеямның өміршеңдігі мен нәтижелігінің нақты дәлелі. Альфа Архео тек педагогикалық жоба емес, ол ұлттық рухтың жаңғыру формуласы. Өзінің туған жеріндегі жәдігерді зерттеген бала сол арқылы өз ұлтын, өз тегін таниды. Ол өткенге көз жүгіртіп қана қоймай, оны сезінеді, құрметтейді және сақтауға ұмтылады. Осылайша оқушының жүрегінде ұлттық мақтаныш пен мәдени жауапкершілік ұялаған тұлға қалыптасады. Құрметті әріптестер, менің педагогикалық идеям тарихты оқулықтан шығарып, өмірдің өзіне айналдырудың нақты жолы. Тарих бұл өткеннің күлі емес, бұл болашақтың оты.
Ал сол отты жағып, ұрпақтың санасында жалындату ұстаздың парызы. Альфа Архео осы мақсатқа жетудің бір тамшы үлесі. Бұл жоба арқылы оқушыларым өздерін археолог, зерттеуші және мәдени мұраның қорғаушы ретінде сезінеді. Тарих олар үшін енді өткен шақ емес, қазіргі және болашақ өмірдің құрамдас бөлігі.